Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Алия. Бүгін сіздерге осындай хрустящий болып шығатын фридің жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керек заттар осындай орташа көлемдегі картоп және салқын су керек болады. Алдымен картоптарымызды өте жұқа қылмай, орташа көлемде осылайынан соломка ретінде турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турасаңыздар болады. Міне менде ондай көлемі орташа көлемде турадым. Осылайша барлық картоптарымызды турап салқын суға саламыз. Осы суда шамамен 5 минут уақыт ұстап, тағы да екінші салқын суға салып, картоптарымызды 3-4 қайтара салқын сумен жуып аламыз. Міне менде екінші тұста ішінде мұз бар, мұздай су. Бұл мұздай су картопымыздың крахмалын шығарып, картоп піскенде хрустящий болып шығуына септігін тигізеді. Ендігі кезекте осы картоптарымызды қағаз сүлгіге барлығын шет-шетінен жайып, картопымызды суынан кептіріп аламыз. Қыздар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен каналыма жазылыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген керекті рецепттермен бөлісемін. Осы картоп фриіміздің үстінен тағы да екінші қағаз сүлгімен бастырып, судан әбден кептіріп аламыз. Картоптарымыз құп-құрғақ болуы тиіс. Ендігі кезекте қатты қызып тұрған майда картоптарымызды салып қуырамыз. Қыздар, ескере кететін жайт, картопты көп салып қуырмаймыз, осылайынан аз-аздан саламыз. Егер көп салған болса, онда картоптарымыз жұмсақ болып, дұрыс қуырылмай қалады. Осылайынан картоптарымыз сарғыштанып, түсі қызарып, кішкене өзгере бастағаннан картоптарымызды ала береміз. Осы картоптарымызды майдан алғаннан кейін үстіне бірден өз қалауларыңызша тұз, тағы да приправалар сепсеңіздер болады. Мен тек тұз ғана септім, өйткені маған артық деп заттар ұнамайды. Осылайша барлық картоптарымызды шет-шетінен қуырып аламыз, қызартып. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез. Сіздерге осы рецепт ұнады деп ойлаймын. Қыздар, міне менің дайын болған картошка фриларым. Үйдегі балдарға міндетті түрде жасап беріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз.